Сәлем достар, бұл багеттің дәмін көргеннен кейін сіздер сатып алмайтын боласыздар. Рас айтамын. Іші де сырты да жұп-жұмсақ майға піскендей. Ал дайындау технологиясы тура осы видеодағыдай менің артымнан қайталап отырсаңыздар болды. Ал термомикспен дайындау тіпті де оңай әрі жылдам. Ең бірінші термомикске багет деп жазамыз. Бізге ұн, қант, ашытқы, тұз, су қажет болады. Ең бірінші ашытқы дайындап аламыз. Ол үшін термомикс чашасына су құямыз. Қант, ашытқы, тұз, ұн қосып 3 минут илеп аламыз. Небәрі 5 минутта қамырымыз дайын болды. Термомикс өлшеп әрі илеп берді. Бізге тек қана форма жасау қалды. Ол үшін чашыны төңкеріп, қамырымызды ұн себілген жерге аударамыз. Қамырды 3-ке бөліп, демалдырамыз бетін жауып. Енді әр домалақтан 3 багеттің формасын жасаймыз. Пергамент қағазы салынған противенге салып, пышақпен я алмаспен тіліп, тағы да 20 минут демалдыруға қалдырамыз. Дәл осы уақытта пешті қыздырсаңыз болады. Жиырма минут уақыт өтті. Пульверизатормен су сеуіп жүрсеңіз болады. Енді қызып тұрған пешке 15-20 минутқа қойып аламыз. Сүт я май қоспасақ та, нанымыз іші де, сырты да жұп-жұмсақ болып пісті. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.